Бүгін күйеуімнің досының үйіне қоныс тойға барайын деп жатырмыз. Сағат 7-ге шақырып қойды Тараз қаласына. Сондықтан да оған шейін бала-шағаның жағдайын жасап, тамақтарын дайындап, кірлерді жуып, дайындап, какштық жолға шығып кеттік. Ерте шығып кеттік. Негізі достарымызбен бірге шығамыз дейміз. Оған 1-2 жұмысымыз болды. Сол жұмыстарымызды бітірдік те қой, қарнымыз ашып кетті деп обедте тамақ жеп алдық. Бір кафеге кіріп, Таразда кафеден шықтық та 11 микрорайонға досының үйіне келдік. Біз ерте келіп алғанбыз, осы сағат 6:30-да. Сонда да кіре берейін деп жатырмыз. Хамза мазастанып кеткеннен кейін достарымыз Луговойдан енді шыққан ғой. Мынау енді күшті екен жаңа. Бізге де сүрініп білейін дедік қой. Бізге де жоқ. Соғылған домдар, мына жерде подъездің өзін қарасаңыздаршы, мына жерде шай ішіп, кәдімгідей отыруға болады ғой. Проекциялар ұнады бізге ше. Жұғысты болсын деп мына жерде мен аузым ашылып жүріп құлайып қала жаздадым ғой. Үйіне кіріп, құттықтап сөйтіп жатырмыз ғой. Мына жерде Хамза еңбектеп билеп жатыр. Сол кішкене бір жарты сағаттай ма күттік. Одан кейін барып достарымыз келді. Мына жерде уже барлығы келіп талада жиналып жатыр екен. Тағы да 1-2 досымызды күтіп, ары қарай уже міне қоныс тойға достарымыздың барлығы келді. Шашуымызды шашып, осылай енді өзіміздің тәттілерімізді алып келдік. Бізге де жұғысты болсын деп мына жерде шашқаннан кейін шашуды жинап әлікпіз ғой, барлығымыз бір билеп алдық. Мына кіреберісте прихожканың өзі зал секілді ғой, қарасаңыздаршы. Енді проекциясы маған қатты ұнады. Кең, арқайын, от души билейсің ғой. Барлығымыз бір билеп алдық. Енді бетіміз төгілгенше күштеп, настроениемізді көтеріп, ары қарай ішке кірсек та биімізді қоймаймыз ғой. Мына жерде деген дастарханға залға кірдік. Залға кіріп, осылай барлығымыз жайғасып отырып, әңгіме айтып, мына жерде күшті отырыс болды. Негізі өзіміздің ақ тілегімізді білдіріп жатырмыз. Қоныс той құтты болсын деп, енді бізге де жұғысты болсын, іші жанға, сырты малға толсын деп өзіміздің ақ тілектерімізді білдірдік. Одан кейін үлкен қызының туған күні екен. Сразу барып магазинге анау-мынау енді подаркасын алып келдік, бала ғой деп ше. Сөйтіп жылтырағымызды сеуіп, светімізді өшіріп, свеча жағып, тортпен осылай желаниясын загадать етіп құттықтады. Өзі күткен жоқ, қуанып қалды ғой кәдімгідей ше. Бірінші дастарханнан кейін антракт болды, біраз билеп алдық. Одан кейін екіншіге уже тамақ келді, ет асқан күшлеп тұрып, мына жерде тамағымызды жеп алды. Ең жанды дауыста осындай ән салды. Ортадан кетпейміз, жұп болсын. Біздің үйдің бастық баласы тоңқайып тұрып осылай ұйықтады ғой, шаршау кәдімгідей тұрмайды ғой қозғасақ та. Одан кейін осы үйдің егелері сөйледі, жақсылап тұрып тілектерін айтып, бізге мінекей той бастар деп, енді қоныс тойдан жұғысты болсын деп барлығымызға осындай үлкен көлемдегі сковородка берді сыйлық ретінде. Мінекей мына жерде барлығын жинап алғанбыз ғой, келмеген достарымыздікін алып алдық, қыздардікін. Ары қарай отырыс енді керемет болды. Енді үйге Луговойға қайтатын боламыз. Түнделетіп осылай барлығымыз жиналып бізді шығарып салып жатыр. Ал Ақжол үйімізге енді аман-есен жетіп алайық.